Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Кегел рынок. Бүгінгі үйренетініміз Кегел рынок туралы түсінік және жарыс ережесі. Кез келген жарыстың мақсаты жеңімпазды анықтау. Сол сияқты роботтар арасында да жарыстар болады. Робототехникадағы жарыстардың бір түрі Кегел рынок деп аталады. Бұл жарыстағы роботтың мақсаты сақина шеңберінен кегелдерді аз уақыт ішінде итеріп шығару. Кегел рынокке қатысу үшін робот ультрадыбыс және төс датчиктермен жабдықталады. Кегел дегеніміз Кегел рыноктегі міндетті атрибуттардың бірі. Кегелге салмағы аз, көлемі шағын белгілі бір заттарды қолдануға болады. Мысалға, шырыннан босаған қаңылтыр ыдыстар, боулинг ойынында пайдаланатын ойыншықтар және легодан құрастырылған бағандарды қолдануға болады. Ең бастысы, заттар тұрақты және төс датчиктері оларды анықтай алатындай болуы керек. Кегел рыноктың бірнеше түрі бар. Кегелдердің түстерін тану ойыны белгілі бір түстегі кегелдерді ғана ысырып тастау керек. Кегелдің орналасқан жерін тауып, ығыстыру ойыны және тағы басқалар. Енді балалар жарыстың ережесімен танысып өтейік. Робот рынокке орналасқан барлық кегелді аз уақыт ішінде оның сыртына итеріп шығару керек. Роботты рыноктың ортасындағы орынға орналастырады. Рыноктың шекара сызығынан 12-15 қашықтықта 8 кегел қойылады. Роботтар кегелді қара сызықтың сыртына шығарып тастаса, төреше кегелді итерілді деп есептеп, рыноктен шығарады. Олай болса балалар, Lego Mindstorms Education EV3 программасын ашып, Кегел рынок жобасын жасап көрейік. Жобаның мақсаты төс датчигі мен ультрадыбыс датчигін қолдану. Бұл жарыстағы роботтың міндеті сақина шеңберінен кегелдерді аз уақыт ішінде итеріп шығару. Жұмыс барысы Lego Mindstorms Education EV3 программасын іске қосу. Программаға қажетті блоктарды таңдап алып, жарысқа қатысатын робот пен кегелдің бағыттарын анықтау. Төс датчигін қолдану, мәзірден қосу батырмасын басу және программаны іске қосып тексеру. Ең әуелі бағдарламалық жасақтаманы ашып алайық. Бағдарламамыз ашылды. Жаңа бетті құру үшін плюс батырмасын басамыз. Бағдарламамыз ашылды. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Және циклды қолданамыз. Циклдің ішіне тәуелсіз басқару қозғалтқыш блогын жалғаймыз. Және қосу батырмасын басамыз. Міне балалар, біздің бағдарламамыз дайын болды. Енді EV3 пен өз компьютерімізді кабель арқылы байланыстыруымыз керек.
Біз EVE3 пен өз компьютерімізді кабель арқылы байланыстырдық. Енді бағдарламамыздың оң жақ төменгі бұрышындағы жүктеу батырмасын басып, бағдарламаны жүктейміз. Мінекей біздің бағдарламамыз жүктелді. Енді іске қосып байқап көрейік. Бұл жерде жанасу датчигін орналастырдық. Бұның қызметі роботымызды іске қосады. Мінекей балалар, біз жобамызды аяқтап, тәжірибемізді жасап көрдік. Барлығы жақсы жұмыс жасап тұр. Роботымыз құрылған бағдарламаға сәйкес өз жұмысын атқарды. Балалар дәл осылай өздеріңде, яғни жобалық жұмыс жасап көріңдер.